Балам кişisi ne istedin? Suret saldım. Сол suretini apanga bilemem. Oy, осы балып кетті ғой. Bala bakşadan başkasını salamız. Şuraya koy. Апа, жер қайда пайда болады? Соның білгім келеді. Жарайсың Шахнұр, біз бүгін өлі табиғат туралы түрлі қызықты зерттеу жұмыстарын жасайтын боламыз. Және желдің қалай пайда болатынын мен саған қазір айтып түсіндіріп өтемін. Желді қазақ тілінде үш түрлі атауы бар: дауыл, боран және жел. Жел көзге көрінбейтін табиғаттың құбылысы, оны қолмен ұстауға болмайды. Жел салқын ауа мен ыстық ауаның араласуы арқылы пайда болады. Шахнұр, желдің қалай пайда болатынын түсіндің бе? Иә. Олай болса, біз зерттеу жұмысын жасап көрейік. Шахнұр, жел жасанды және табиғи болады. Жасанды желдерді біз шаш кептіргіш арқылы, шаң сорғыш арқылы жасауымызға болады. Мынау жел бағдар деп аталады. Жел бағдарға біз жасанды желді тоссақ, жел қай бағыттан қозғалғанын бізге көрсететін болады. Кетті. Шахнұр, енді біз екінші зерттеу жұмысын жасаймыз. Жел арқылы қандай зат ұшады және қай қашықтықта ұшады, қай зат ұшпайды, соны зерттейміз. Мынау біздің құстың қауырсыны, ал мынау біздің өлі табиғатқа жататын тасымыз. Енді осыған жасанды желді тосып көрейік, қай зат ұшып, қай зат ұшпайтын. Ал Шахнұр, қай зат ұшты? Құстың қауырсын. Құстың қауырсыны, дұрыс айтасың. Себебі Шахнұр, құстың қауырсының жеңіл болады. Сондықтан жел соққан кезде қауырсын алысқа ұшады екен. Ал тас ауыр болғандықтан жел соққанда тас қозғалмайды. Шахнұр, жел генераторы арқылы электр жарығында шығаруға болады екен. Олай болса, мұқият қараймыз. Шахнұр, жел пайдасы да және зияны да бар екен. Желдің пайдасы, егер адамдар желді пайдаланып, желкенді кеме арқылы саяхаттаған екен, желді пайдаланып, диірменге дәнді дақылдарды салып, ұн шығарған екен. Қазіргі таңда жаңа біз зерттеу жұмысында жасағандай электр қуатын алуға болады екен. Желдің зияны, жел қатты соққан кезде ағаштарды, үйдің шатырларын құлатады екен. Ал жел қатты соққанда жердің бетін құрғатып, тоздырып жібереді екен. Желдің пайдасы да, зияны да бар екен. Ауа райының температурасын көреміз мына жерден, Бұл жерде температураны ішінде мынандай бар, термометр дегендер бар ішінде, көріп тұрсыңдар ма? Мынандай ауа райының температурасын аламыз, Күннің ыстығын, суығын осыған қарап аламыз. Осы мына ішінде шелек болады, сол шелекке біз жауын шашын жиналып, соны біз өлшейміз. Бір күнде қанша жаңбыр жауған. Қанша метр секунд соққанын көрсетеді. Жел суады, мен түсіндім. Енді мен топырақты зерттеймін.